жігіттің сұлтаны, ғылым құмар, ғылымхал. Ғылымхал Манай Имам Ағзамұлы Моңғолия елінің Баян-өлгөй аймағында дүниеге келген. Мектепті алтын белгімен бітірген. 2012-2016 жыл аралығында Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде білім алып, халықаралық қатынастар және қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын алған. 2015 жылы Оралхан Бөкей атындағы республикалық көркемсөз шеберлерінің 3 дүркін бас жүлдегері. 2017-2019 жыл аралығында Астана қаласы Тұран Астана университетінің магистратурасын бітірген. 2017 жылы Әбіш Кекілбаев атындағы республикалық көркемсөз шеберлерінің бас жүлдегері. 2019 жылы Қазақ радиосының Алтын дауыс дикторлар байқауының жеңімпазы. 2019-2021 жыл аралығында Қазақ радиосының жүргізушісі және диктор болып қызмет етті. 2019 жылы Қазақстан кітапханалары одағының халық құрметі төс белгісінің иегері. 2021-2022 жылдары мектеп, лицей және колледжде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы, ұстаз ұйымдастырушы. 2021 жылы Сұлтан Махмұд Торайғыров атындағы көркемсөз байқауының 1-ші орын иегері. Саятшылық халық қазынасы әлеуметтік парақшасының жетекшісі. 2022 жылы Сарыарқа серісі жігіт сұлтаны байқауының жеңімпазы атанды. 2022-2023 жылдары Түркия мемлекетінің шетел азаматтарына арналған халықаралық Түркия бурслары стипендиясының иегері. Бүгінгі таңда ғылымхал Анкара қаласындағы Қажы Байрам Вели университетінің докторанты. Міне достар, ізденімпаздарын ғылымхал Имам Ағзамұлы осылайша әр сәтін текке өткізбей, жыл сайын жетістіктерге жетіп отырған. Сіздер де талаптың мініп тұлпарын білім мен ғылым жолында тек жақсылықтарға жетуге талаптансаңыздар, ғылымхалдай ғылымпаз боласыздар.